Мақалада президент назар аударған мәселелердің бірі Қазақстанның ғажайып жауһарлары. Елі мен жерін сүю үшін жас ұрпақ байта Қазақстанның бай да сұлу табиғатын білуге тиіс дегенді айтты. Ел мен жерге деген махаббат тәлім-тәрбиеден басталады. Ата-анасымен бірге ауласына ағаш екпеген, үлкендердің жан-жануарға мейірімін көрмеген, кішкентайынан табиғатта аялауға дағдыланбаған бала өскенде туған жеріне жаны ашымайды. Яғни президенттің айтуынша мәселе экологияда емес, отаншылдықта, заңда емес, санада. Елі мен жерін сүю үшін жас ұрпақ байта Қазақстанның ғажайып жауһарларын білуге тиіс. Батыста Бозжыра мен Шерғала, күнгейде Ақсу мен Жабағылы мен Сайрам, Өгем, Жетісуда Хан Тәңірі мен Шарын, Көлсай мен Қайыңда, Қапал-Арасан, Алтын Кемел мен Бұрхан бұлақ, шығыста Мұзтау мен Шыңғыстау, Марқакөл мен Рахман Қайнары, Арқада Бурабай мен Баянауыл, Ұлытау мен Қарқаралы, Теріскейде Имантау мен Айыртау және басқа да көрікті жерлеріміз жетіп артылады. Жер жәннатын алыстан іздеудің қажеті жоқ. Бәрі өзімізде бар. Жастарға осындай керемет табиғатымызды танытып, оны қадірлеуге баулуымыз керек, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Бұл жерде мәселе заңдылықта емес, немесе заң бұзушылықта емес, мәселе қоғамдық санада болып табылады. Біздің Қазақстан табиғатқа толы мекен. Осы мекенді біз сақтау керекпіз. Біздің байлығымыз ұшан теңіз. Оның ішінде Ақтөбе облысын айта кететін болсақ, Барқын құмы, Ырғыз-Торғай резерваты, Қарғалыдағы біздің шағын сарқырамамыз, Темір ауданында жер байлығымыз, осының бәрін сақтау біздің қолымызда. Бұл мақаланың өзектілігі жастарға үлкен ой салады. Осы ойды біз жүзеге асыруымыз керекпіз. Оны жүзеге асыру біз бен сіздің қолымызда.